күн баршаларыңызға қалайсыздар? Жаңа нан пісіріп көрсетейін деп жатырмын. Бізге керегі әуелі осы өнімдерді мен осы жерге қойып көрсетіп жіберейін. Мына жерде тұзымызды дайындап қойдым, сонымен қатар сарыағаш және маргарин дей ма, қалай өзі, шедевр маргарині. Сосын ұнымызды дайындадым. Мен бұл жерде ұннан жарты килограмм 500 грамм ұнымды алдым. Енді осыған тұзымызды сеуіп, немізді қосамызды дайындаймыз. Бісміллә деп тұзымызды сеуіп алайық. Бір шай қасық қана тұз қостым. Осыны араластырып болғаннан кейін үстіне сарыағашымызды құямыз да қамырымызды илеп, нанымызды пісіретін боламыз. Міне. Енді өздеріңіздің көз мөлшерлеріңізбен құясыздар. Мен қазір қанша құятыным әлі белгісіз, сондықтан шамалап құйып көрсететін боламын. Осылай арасында үйде нан жоқ болып қалған кезде, нанға баруға ерінген кезде, үйде сарыағаш болатын болса, осылай нан пісіріп жесеңіздер де болады. Өте дәмді, сосын қат қалмайды. 2-3 күн тұрса да жұмсақ болып тұрады өзі. Сарыағашқа иленген қамыр бар ғой. Қазір тағы да қосамыз. Осымен болды. Енді қамырымызды илейміз. Жұмсақтау етіп илейміз қамырымызды. Міне достар, илеп болдым. Енді осыны қазір бір 10 минутта демалдырамыз. Міне достар, қамырымды шығардым. Енді осыны қазір жайып көрсететін боламын. Екіге бөлдім, үлкен қамыр болып шықты. 2 жуала қамыр шықты. Енді соның біреуіне жаңа нанымызды жасатып көрсетемін. Ал достар, міне қамырымызды жайып дайындап болдық. Енді бұған жаңағы майымызды ерітпейміз. Осы үй температурасында осы күйінше қолмен жағып шығатын боламыз. Бісміллә. Осылай жағып шығамыз барлық жеріне. Ерітудің қажеті жоқ. Міне қолмен майлап болдым. Енді осыны қазір ораймыз. Орап, бәрін дайындап болғаннан кейін тоңазытқышқа бір жарты сағатқа қойып қоямыз. Мына майы бойына сіңгеннен кейін өте күшті дәмді болып шығады. Және бұл жаңағы 2-3 күн тұрып қалса да қатпайды. Ал достар, мені шығардым холодильниктен. Бағана сіздерге айтсам 25-30 минут тұрады деп. Бірақ менікі кішкене көптеу тұрып кетті. Өйткені не болып қалдық. Арасында шай ішіп алдық. Енді осыны қазір бөлеміз. Мынау бар ғой, қыздың шаш ұқсап бар ғой. Желбіріп кетті. Бөліктерге бөліп бітсе бай бөлейін енді. Осыны қазір домалақтап күлшелейміз да, сосын кейін нан жаятын боламыз. Осылай күлшелеп аламыз да, сосын қазір оқтаумен жайып жібереміз. Бұл жаңағы сарыағаш газированный газдалған сусынға нан өте жұмсақ, күшті, дәмді болып шығады. Одан кейін жаңа қат қалмайды. 2 күн тұрса да жүп жұмсақ болып тұрады өзі. Сондықтан мен осы сарыағаш газдалған сусынға илегенді тәуір көремін. Ал достар, осылай алдым-жылдым жая салдым, енді пісіруге бара жатырмын. Міне табамызды
жылытып қойдым, газымды қосып. Енді қазір осы майды кішкене ерітіп жібереміз да, одан кейін қамырымызды салып пісіріп ала беретін боламыз. Сонымен лепешкамыз дайын. Енді аударамыз қазір. Осылай май шелтек болып пісейін деп тұр ғой бұлар. Әдемі болып. Міне достар, біреуін пісіріп болдым. Екі жағында көрсетіп шығайын. Осылай ыдысымызға салып, келесін солай пісіріп кете береміз. Ал достар, мені пісіріп дайындап алып кеп қойдым. Қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Қараңыздар, сықылдап әдемі болып тұр. Енді бөліп көрсетейін. Міне жұп жұмсақ. 2 күн, 3 күн тұрса да осылай жұп жұмсақ болып тұра береді. Өзім ауыз дейін. Бісміллә. Енді керемет. Өте дәмді әрі жұмсақ. Сіздер де осылай пісіріп көріңіздер. Ұнайды деген сенімдімін. Каналыма тіркеліп, лайк басып, коммент қалдырып кетіңіздер. Келесі кездескенше жақсы сау болыңыздар.